екеуі екі сала деп ойлаймын. Премьер-министр таза экономика, қаржы саласы. Ал вице-президент ол үлкен жаңағы мемлекеттік дәрежедегі ел басқару мәселесі президенттен кейінгі. Ол бұл жерде бірін-бірі алмастырады немесе бір-біріне қарсы болады деп ойламаймын. Дегенмен бір саты төмендеуі мүмкін ғой, бізде премьер-министр екінші адам сияқты есептеледі ғой. Енді премьер-министр қазір өзі иерархиясы бойынша төмен ғой енді. Иә, ол иерархия бойынша. Бірақ енді мен өзім ойымда ол анау бір қызметтің сатысымен емес, премьер-министр оның өресімен, деңгейімен экономикаға, елдің жалпы қаржы саласына жағдайы, білімі, біліктілігі арқылы танылатын болса, оның деңгейі тіпті президент деңгейін болуы мүмкін. Ол сондай өрелі, сондай елдегі реформаларға қатысты көп бастамалар көтеріп, өзінің қоғам алдында жиі шығып, мәселені түйсіндіріп тұратын сондай бір тұлғалы азамат болатын болса, оған мен ойлаймын, иерархиялық саты қажет емес. Сіз айтқандай, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, вице-президент қандай болу керек. Осы талапқа сай қандай тұлғаларды қазір атай аласыз? Енді ондай талапқа сай тұлғалар көп бізде, бірнешеу бар. Менің ойымда, бірақ енді оларды қазір атын атап түсіністеуге ыңғайсыздау болады менің атымнан. Енді жалпы қазір менің пайымда құрып кеткенде 4-5 азамат бар, осыған президент ұсынуына болады деп. Әлеуметтік желіде вице-президент лауазымына ескі Қазақстанның өкілі Дариға Назарбаева келу мүмкін емес. Өйткені ол Конституцияда көрсетілген, заңдарда көрсетілген. Сондықтан оның үстіне қазіргі билік осындай егер қадамға баратын болса, қоғамда толқу тудыру оларға қажет емес. Не керек ол? Ол Дариға, ол жалпы жақсы азамат шығар, енді елін жерін ойлайтын шығар. Бірақ дегенмен жаңағы бір өзенге екі рет түсуге болмайды дегенде оның қайталаудың біріншіден қажеті жоқ. Екіншіден қоғамның мынау ашуын, наразылығын тудырмау керек. Өйткені әлі ескі Қазақстанға деген мынау зығырдан халықта, қоғамда таусылып кеткен жоқ. Яғни сіз Дариға Назарбаеваның бұл лауазымға лайықты деп санамайсыз? Жоқ, ол вице-президенттікке тем более лайық емес. Бәлкім мен депутат болуға болатын шығар. Басқа бір мемлекеттік үлкен мемлекеттік органдардың бірінде басшылыққа. Уақыт өтіп кетті оны қазір пенсиядағы адам. Бұндай ақпаратты шығарып отырғандар кімдер деп ойлайсыз? Бұл енді қоғамда сондай бір топ бар осындай уақытта. Bir жағынан, екі жағынан блогерлер өздерінің мынау ресурстарын бір көтеру үшін сондай бір бақсықты тастап қояды әлеуметтік желілерге, онлайн жаңағы бір дабыра көтеріп қояды осы тұрғыда. Ал енді ескі Қазақстанның өзінің бота фирмалары бар, өзінің жаңағы фейктары бар деген сияқты, сол арқылы қоғамға есіне салып қояды. Біз бармыз деген сияқты. Яғни сіз жаңа айттыңыз ғой, мысалы Дариға Назарбаева депутаттыққа келуі мүмкін деп. Жоқ, мүмкін емес. Мен оны келуіне болатын шығар деймін, егерде сондай бір құштарланып тұрса қайтып келуге. Оған ешкім азаматтығын шектей алмайды. Оның азаматтық құқығы, егер келем деп бір партияға кіріп, сол партия арқылы депутатқа келем деген болса. Бірақ менің ойымда оның өз басына да жалпы билікке де бұл сондай бір жақсы нәтиже бермейді. Алда елге үлкен саяси науқан тұр, осы науқанда ескі Қазақстан өкілдері оянуы мүмкін бе? Әлбетте, ол өйткені ескі Қазақстанның құрамында әлі өздерінің мүмкіндіктерін сарқып бітпеген азаматтар бар, өздері сөйтіп ойлайды. Жастар бар оның ішінде. Олар бұғып жатқан жоқ, олар әрекет қылып жатыр. Олардың өздерінің ресурстары бар. Блогерлердің пулы бар оларда. Одан кейін бот фирмалары бар. Ақырындап жұмыс істеп жатыр. Бір час, 2 дейді ғой сағат, 2 сағат соққан кезде олар басып көтеріп ашық шығуы мүмкін. Рахмет.